Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен микроволновкада шағын торт жасаймыз. Ол үшін біз ұнға, қант, какао, сұйық май, сүт және де жұмыртқа қосып бәрін жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне қопшытқыш қосып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей достар, жақсылап араластырып алдық. Енді біз оны формамызға қоямыз. Менде мынандай шағын форма, диаметрі 10 см. Енді біз оның үшін жақсылап майлап алып, ішіне массамызды құямыз. Мінекей достар, біз формамызға құйып алдық. Енді біз бұны микроволновкада максимальный мощностьта 3 минут пісіріп аламыз. Оған дейін біз кремін дайындап аламыз. Ол үшін біз 2 жұмыртқаның ағын миксермен кішкене көпіргенге шейін араластырып аламыз. Мінекей, осылай көпіре бастаған кезде оның үстіне ақырындап қант қосып отырамыз. Мінекей достар, біздің креміміз дайын, осындай қою болғанша араластырып алдық. Мінекей достар, біздің бисквитіміз де дайын болды. Бұның артық жақтары да болған, мен оны обсыпкаға қалдырып қойдым. Енді біз бисквитті 3 бөлікке бөліп аламыз. Негізі пышақпен де кесуге болады, бірақ та мен жіппен кесемін. Енді біз оған кремімізді жағып, тортымызды жинап аламыз. Достар, енді біз оның үстіне обсыпкамызды себеміз. Осындай аз уақытта өте әдемі торт жасап шығардық. Ортасы бұлай пісті. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үйдегі бар заттармен жасадық. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деп ойлаймын. Егер де сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздердің барлықтарыңызды жақсы көремін. Сау болыңыздар. Ас дәмді болсын.